Менің есімім Куштерова Манчук Сырлыбаевна. Мен Ақтөбе облысы Байғанин районында 1990 жылдың 18 наурызында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Орал қаласында МДТ мектепке дейінгі тәрбиелеу факультетінде оқып жатырмын. Мен Құлсары қаласының Қосшағыл елді мекенінде тұрмыстамын, көпбалалы анамын. Менің логопедия саласын таңдаған себебім өзімнің тұңғыш баламның тілінің кеш шығуы себеп болды. Содан бері осы саланы зерттеп, түрлі курстарға қатыстым, түрлі семинарға қатыстым. Қазіргі таңда жекеменшік мекемеде логопед-дефектолог болып жұмыс істеймін. Шақыра жобасына қатысудағы себебім біздің Құлсары қаласында АФК маманы, яғни адаптивная физкультура маманы жоқтың қасы. Сол себепті АФК кабинетін ашқым келеді. Ерекше балаларды қоғамға бейімдеп, өз-өзіне қызмет көрсетуді үйреткім келеді. Жалпы моториканың дамуы баланың тілінің қалыптасуының негізі болып табылады. Барша қатысушыларға сәттілік тілеймін.